Қалғардағы фундаменттің обзоры бойы средний 115 сантиметрге келді. 5 сантиметр уклон болған бізде. Мына 30-лықпен құйылды. Мына жақта бізде терраса. Үйдің негізгісі осы жақпен былайынан кетеді. Спальный, зал, ашық студия күйінде қалдырайын деп отыр. Мына жақта кухнясы, кладовка, анау-мынауысымен осы жағында болады. Мынаның асты подвал. Мына жақта кіреберіс, лестница, площадкасымен тамбуры мына жерде болады. Міне бұрыш жағына қарай подушкасын кеңейткен болатынбыз. 1,5 подушканың өзі 70 сантиметрге дейін барды. Түзулегенмен жер уклон болғаннан кейін жақтың подушкасын көтеріп жібердік. Мына жерде 30 сантиметр, былай қарай 20 сантиметрге дейін барады. Мына линия кеше сол бетон бір миксер сынып қалып 1,5 сағаттан кейін келген болатын. Содан қалған линия былай енді ешқандай зияны жоқ дегенмен де көзге линия болып ұрып қалады. Неғұрлым бетонды үзбей құйған дұрыс. Фундаментіміздің түріміне өздеріңіз бағасын беріп жатсаңыздар болады. Бұл жерге толығымен 44 куб кетті. Негізі 43,5 жарты куб запасын берген болатынбыз. Жарты куб сол насостың артында, ана жақта көшеге тегістеп жасап салған болатынбыз. Мына жақта колодецтің шетін кішкене миксер бас кетіп бетон сындырып тастаған екен, сол жерде де жөндеп қойдық қалған бетонмен.